нанымыз біздің дайын болды. Енді бұны жақсылап жайып, қамырымызды 30 минут, жарты сағат холодильникте тұрды. Енді бұны қазір жайып, жақсылап ерітілген сары май жағамыз мінекей. Міне қыздар, енді осылай жайып аламыз да, енді оған сары май жағамыз, жақсылап ерітілген сары май жағамыз. Жақсылап сары май жағып шығамыз. Сөйтіп оны қайтадан оқтауға жақсылап ораймыз. Қазір қыздар, мінекей жағып алдық майды. Енді осылай тартып отырып, жақсылап оны ораймыз оқтауға. Мінекей оқтауға тартып отырып, осылай ораймыз мінекей. Енді оны былай қазір былай кесеміз. Осылай кесіп, былай орнатамыз. Дамымыздан кетіп ажыратып аламыз. Осылай енді бұны біз былай кесіп аламыз. Енді бұны біз үшке бөлеміз. Қазір осылай бөлеміз. Қазір осылай бөлейік. Үшке бөлеміз. Бұны былай ораймыз жақсылап. Мінекей, бізде сонда так. Мінекей, осылай ораймыз. Так. Осылай ораймыз. Енді осыны жақсылап жайып, қаттамамызды майға пісірамыз. Мінекей қыздар, осылай қаттамаларымызды жақсылап жайып аламыз. Міне осылай жайып аламыз да, одан кейін майға қуырамыз. Қазір жайып алайық. Мінекей қыздар, енді осыны баяу отқа біз осылай пісіріп аламыз. Майымыз әлі қатты қыза қоймапты. Мінекей осылай қатпарлы нандарымды жақсылап пісіріп аламыз. Майға қуырып. Мінекей қыздар, қатпарлы нанымыз дайын болды. Жақсы пісті. Мінекей пісіріп жеңіздер, көріңіздер. Пісті. Мінекей. Осылай қатпарлы нан пісіріп жеңіздер. Ас болсын.